бәрін түсінем. Ей! Ой, мұра. Сағабай, қалайсың бауырым? Сені бір көмек керек болып тұр. Қыз балықтың арқасында сондай жағдай болды. Ағатсыздық болды мен жақтан. Сондықтан да сіздердің алдарыңызда тағы да мен кешірім сұраймын. Рахмет. Қалай сонда? Халық алдында боғауыз сөз айтып алып. Сондықтан да мен жұмысымды соңында дейін жеткізуге тырысамын. Tangертең тұрып, арманға ұмтылып, асығыс өмір, суыған көңіл, бағдаршамда тұрып, уақыт өтеді, кезектерде тұрып, шыдам бітеді. Досым, сенің көңіл күйің мына әнмен көтерілсін, болса егер көңіл күйің шексіз болсын. Не болып жатыр, Шамшаныш? Не болып жатқан кезде шашадым. Мен алған жұмысымды соңына дейін апаратын адаммын. Как іні ретінде маған жаны ашып тұрғанын түсініп тұрмын. Әркім сен сияқты бауыр болғанды мен де қалаймын. Бірақ амал жоқ. Қалам. Шамшаныш, не ойыңыз бар? Не істемексіз енді? Ешқандай ой жоқ. Мен жұмыс істеп жүрген жоқ. Шашадым мен. Онда Шамшаныш, ана үйіңізге барып 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 күн демалып алсаңызшы, мен оныңызға әкім болып қала беремін ғой. Сенікі де дұрыс, иә? Жігітше ма? Жігітше? Болды. Сен әлі отырсың бе? Саған болмайды дедік па? Болмайды, болды. Впрочем, бұл госучреждение. Енді бәсеке, бұл шаруаны сізден басқа кім шешеді? Оның үстіне осы қаланың ройында отырған азаматсыз ғой. Сендер осы өздерің шаруаларың үшін бизнесті нетесіңдер, ә? Сабынсыз көтке кіреміз. Иә. Сендер енді өздерің жұмыстарын біту үшін нетесіңдер ғой. Көтке кіреміз. Енді сабынсыз кіреді деп айтпай-ақ қойыңызшы, өтініш. Бәрін білесің бе? Бірақ жасауы жақсы келіннің енесі жуас келеді деген мақалды білесің бе? Білем. Екі сиыр айран, екі қатын ойран деген де бар. Бастысы құлақ деп не айтып отырсың, мына жерге мына мақалының қатысы? Сіздікінің қатысы қанша? Сен түк түсінбей деген соң, кетші бар. Кетші бар. Бәсеке, о не дегеніңіз түсіндім. Түсіндім, жасауыңыз. Міне, газет оқи отырыңыз. Сосын кешке қарай... Мүмкін... Кетші, бір күнде хабар болсын. Жарайды. Стоять! Руку вверх! Сіз өзің үйленгенсің ба? Не істеп жатсың өзің? Ұят емес пе мынау? Шамшаныш. Сәке, жақсы, бәрі жақсы. Бір нәрсе, мен жұмыспен келемін. Ай өтпесең. Қатын қайтқан ғой. Қатсам шалбарым қалтасынан бір 2000 теңге салды десең, ұмытып кеткен ғой. Ешкім білмей қойыншы ма? 2000 теңге. Жоқ, Шамшаныш. Жарайды, мен қазір. Бір елде не деген қандай? Майда... Майда жоқ деген бұл 10 теңге. Жоқ, оның маған 2000 теңге керек. Жоқ, ала беріңіз, Шамшаныш. Рахмет, қазір. Ыздашына кеп берем. Сәке, сен өзің болмасаң бір қоям ба? Рахмет, нағыз доссың ғой сен. Сен болмасаң мен не істейтін ем? Қалды, Шамшаныш. Красавчиксің ғой.
Алтын адамсың ғой, алтын адам. Папа, сіз жын сөйлеткенсіз ғой? Ажықтаудық сізге риза болып қалдым ғой. Жынды емес, керемет сөйлетті. Керемет. Ана қасыңыздағы отырған жігіт кім? Очки тағып алған. Түріне қарасам бір милой нашар адам сияқты ғой. Ол Сакабай керемет жігіт. Ол болмаса мен екінші күн сатылып кететін. Машина қайда тұр? Ана жақта. Мен оның көзіне өтірік очки тағып алдым ма десем, кітапты оқып көзінің батарейкасы бітіп қалған ғой. Сакабай туралы көп әңгіме айтпа, түсің ба? Ол оқыған жігіт, түсің ба? Ұқтың ба? Так. Сен үйге бар да жақсы кино дайындап қой. Мен бір жұмысым бар, соны бітіріп алайын. Шешең айт тамақ пісіріп қойсын. Так, оқыған, да? Үйге бар, қаңғып кетпей. Саламатсыз ба? Маған кітап керек еді. Қандай кітап керек сізге? Қалай жақсы аким болу және оның жолдары деген. Ондай кітап жоқ қой бізде. Мен сізді таныдым, сіз әкімсіз ғой? Ой, аға, сіз әкім болғалы бар ғой, қызық болып жатыр ғой. Біз ана үй ішімізбен, турецкий сериалдарды, анау қалаулым бар ғой, бәрін қойып тек қана жаңалықтарды көретін болдық, аға. Адамды ұялтып тастадыңыз ғой. Басқа қандай кітап бар екен? Мен сізге бүйтейін қазір. Сізге бар ғой, бұрынғы біздің әкім оқыған кітаптарды әкеп берейін, күте тұрыңыз қазір. Оқымағанда кітаптарды қосып жіберіңізші. Иә, қазір. Сіздерде міне шай бермей ма? Негізі болмайды, бірақ қас көре ме? Кешіріңіз. Оқымаған кітабын әкелмей қойыңыз. Соңғы. Алло, неге телефон алмайсыздар? Мынау сенің ағаң бар еді ғой, 40 жыл совхозда директор болған. Соның адресі қандай еді? Мені 40 жыл болған атаң ше? Ақсақал, 43 жыл ел басқардыңыз, соны сіздің батаңызды алайын деп, ақылыңызды тыңдайын деп келіп отырмын. Жақсы елдің, сен жаным. Не дейді? Жақсы елдің. Жақсы келдің, аха? Аха. Мен 40 жыл ел басқардым. Иә, 43 жыл ел басқардыңыз, ары қарай айтыңызшы. Сонан не ақыл айтасыз? Сонда оның Аким болу үшін? керек. Көт керек дейсіз ба аким болу үшін? Қасиет керек. Қасиет керек, иә.
Таспай атасы ба? Таспайдың шығып тұр ғой. Так, айта беріңізші. Ақсақал! 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 Ұйықтап жатыр екенсіз ғой. Ақсақал! Айтыңызшы, айтыңызшы. Естіп жатырмын. Тағы не дейсіз? Елге сыйла. Елге сыйла? Үшін Елге аким болу үшін? Жылдам айтыңызшы. адамға бір қасиет керек. Не керек дейсіз? Ақсақал! 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 Кітапханаға барғанша бірден келіп керек ғой. Ақсақал! Ақсақал, сіз бәрі түгел ғой. Ештеңе атамай кеттіңіз ғой, ақсақал. Қандай кино дайындап қойдың? Телефонды зарядка қойып қойыпты ғой біле. Қатын, не істеп жатсың? Новости қарап отырмын. Нышан деймін да. Біз осы күнімізге шүкіршілік айту керек екенбіз ғой. Саған бар ғой, мигрей бастапты. Өткенде 5 бөлмелі пәтер керек, 5 бөлмелі пәтер керек деп. Ондайын қой, ұят болады. Біз халық үшін жұмыс істеуіміз керек. Жаңа 10 баласы бар бір жалғыз басты еркекті көрсетіп жатыр. Қуғышықтай кішкентай бір бөлмеде тұрады екен. О балам. Тоқта, лаузын жар. Қала әкімі клоун болып шоу жасап жүргенде. Бұл мектептің алғашқы қоңырауы қашан бүгінен бастап бір ғой, теледидарда не айтады, соның бәрін жазып маған доклад етіп отырасың. Ұқтың ба? Мен кеттім. Не үшін айтпақшы кім? Айттың ба? Сұрақ қойма маған. Пәтерден қуып жатыр деп айтайын дейсің де, сөз берер. Сағабай, жақсы болды сені кегерің. Бұлай, 3-4 жыл бұрын бітпей атқа бір мектеп бар екен ғой. Сол қай жерде маған срочно соны тап. Содан кейін, так, не береді қазір есіме түсірім. Жалғыз басты бір еркек бар екен ғой. 10 баласы бар. Шамшан, сіз 1-2 күн үйде не қылам деп едіңіз ғой? Мен ұйықтайтын уақыт жоқ, маған жұмыс істеу керек. Так, солар бітір маған. Между прочим, саған мынау жарасады екен. Жай әшейін ғана тексеріп отырғанмын ғой. Тез, маған солардың адресін әкел, солар бітірейік. Все, бос, сес. Маған кофе кеш, азаннан бері нәр тартпадым. Салтанат! Шамшанович, сіз білмейді екенсіз ғой. Салтанат денсаулығына байланысты өз еркімен жұмыстан босатылды. Бәсе, 3 күннен бері кофе дейм, ешқандай кофе жоқ. Бірақ сіз ойымдамаңыз. Мен сізге Салтанаттың орнына су жаңа секретаршы тауып қойдым. Судай жаңа ма? Протекторлар қалай екен? Мадина! Ішке кіріңізші. Міне, сіздің жаңа хатшы қызыңыз Мадина. Сәлеметсіз бе? Сәлемет. Өте қуаныштымын. Протекторлар зимний ғой, буксоват етпейді ғой. Маған 350 чашка кофе әкеліңізші. Болады. Рахмет. Боспыз ба? Мадина! Кофе! Ассалаумағалейкум. Әкелерің қайда? Мен ғой. Сен ба не? Сен ба тұрсаң тудыра беретін. Так, не керек конкретно айт маған, не керек? Не керек болғанда? Жұмыс жоқ. Балалардың жағдайы мынау, үйдің тұры анау дегендей. 10 балаға 2 шапкі 4 тәски дегендей. Жағдай сол.
Алло, Секебай. Так, мынау 10 баласы бар. Бауырымызға үй керек. Так. Жоқ. Екі. Так, басқа қандай көмек бар? Түсінікті. Жарайды, әкім аға. Тағы да күте тұр деген әңгіме ғой. Жүріңдер балалар. Тоқта. Кілтті берші. Кілтті бер деймін. Мәңсі. Ұстама. Таксабат етің, бала шағаңды асыра. Өсір. Шынымен де маған беріп тұрсың? Иә. Рахмет, әкім аға. Рахмет. Тоқташ. Біз акиматқа дейін қаншаға жеткіземіз? Минимум 700 теңге ғой. Апарып тасташы. Үйге кіріңдер. Ne oldu son şey? Herkes. Жақындаş. Yürü. Мектепті қашан бітіресің, Мектепті қашан бітіресің? Мынау жын демей, мен мектеп 93 жыл бітіргем. Анау мектепті қашан бітіресің? Қашан бітіресің? Мынау мектеп па? Иә. Мен қайдан білейін? Мен әшейін охранникпін. Әшейін ауызды бастықтарың қайда? Мен 2 жыл болды осында жалғыз өзім жұмыс істеп жүргеніме. Қайда екенін білмеймін. Қалай табамыз енді оны? Ана жерде жазылып тұр ғой, соған хабарласшы. Алло. Ишак. Сен мектепті қашан бітіресің, Мен 98-ші жыл бітіріп кеткем. Ишак дейсе Ишак екенсің, түсінің ма? 1 грамм миы жоқ екен, Ишаксың. Сен мен 4 рет Ишак деп айтатындай кімсің? Сен бір ғой бетіңе айтайын, Ишактың Ишаксың, түсіндің ма? Түсінбедім. Түсінбесең мен сен айтайын, жылқының жылқышысы болады, қойшының қойшысы болады. Ишак. Түсіндің ба, мен Ишактың Ишакшысымын. Ұқтың ба, Не оттап тұрсың, қаяқтасың сен, айтшы. Қас барып басың жұлып алайын. Сен мына 4 жылдан бері бітірмей жүрген мектебің бар ғой, сол жерде сені күтіп тұрмын, Ишак. Осында кеш, тегін сыпырып Қытайға беріп жіберейін, Ишак десе де. Не болды ана Ишак? Келем дей ме? Келе жатыр Ишак. Қалды қой, ашайық, ішке кіріп жылын айтпа. Болды. Қайсың жаңа әңгіме айтқан телефон? Ишак деп па? Сен ба? Шеше. Мектепті қашан бітіресіңдер, Болды, бітіреміз, брат. Ана охранниктің ақшасын беріңдер, айлығын. Төлеп жүр қойған. Төлеп жүр ме не? Айлық па? Айлықты беріп жүр ғой. Онда сенің миған қосылып, неге Ишак деп жүрсің бұлар? Білмеймін, сіз айтқаннан кейін қосыла саған ба? Білмеймін, короче, ақшасын төлеңдер, мектеп бітіріңдер, ұқтың ба? Ұқтың ба дейме? Молодец, сен де жақсы сөйлеседі екенсің. Енді жартылай водитель, жартылай телохранитель ме сен қапшаның? Молодец. Жерде байдеса, саған бұл акиматтың машинасы емес қой, менің машинам ғой. Кешіріңіз, Ладно, кешір. Не көріп отырсың? Ой, шалым, жарайды, мен ештеңе көрген жоқпын. Енді көрмеймін, болды, қайталанбайды. Менімен бірге ана стройкаға бару керек еді. Подрядчиктермен қосып шаш ұстадық қой.
О, айтпақшы мен кеше кітаптан оқыдым. Мына ту былай тұрма керек екен, оң жақта тұру керек екен ғой. Да? Да, салтанаттың қасына 4 жігіт қосып бересің да, мына бәрін перестановка жасаңдар. Хорошо? Мен қазір жұмыстармен кетемін. Тез боссың. Да? Все, болды. Салтанат, маған кофе әкелші. Иә. Так, бұл жұмыс бітті. Стройка бітті. Так, ту бітті. Енді... О! Мынау енді керемет болыпты. Мадина! Шай әкел! О, жігіттер кеңдер, шай ішеміз. Аға лейтенант Батырғали Қалым. Уәлиев Нышан Пышанұлы. Иә. Сіз Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 107 бабы бойынша күдікті деп танылдыңыз. Бізбен жүріңіз. Мадина! Я Нышан Пышанұлы. Мына жақта не болып жатыр? Сагабайдачы мені алып кетіп бара жатыр. Понял. Терс. Жігіттер мені шай ішіп үлгерем ба? Мен дейді соқып қой, кінәлі келмас қой, дейді жауап жоқ қой, бәрі болды ғой, әйтеуір кінәлі бәрі шетінен тек өзің емес. Баласынан артықсың ба не? Болма кеңгелек, өсек құрсын өсек, ал өсек таратқан кім десек, бір-біріне сетеп ап емес, кейде не керек? Күлі досқа келер, басқа болма карте ападай, оның күлкісі алмайды прям менің апамда. Чу, брат, 6 секунд қой, қазақпыз ғой.